Сәлем оқырман. Кеше көбінің наразысы сол мейс қосылайық әділ емес деген болатын. Ақеркенің орнына Айгүл неге болмады деген сұрақтар болды. Ал сіз қалай ойлайсыз, әділ өтті ме сайыс? Өзімнің көз қарасым бойынша әділ өткен көрінеді. Себебі қорытынды шыққанның өзінде Ақеркеде 58 ұпай болса, Айгүлде 3 ұпай кем 55 ұпай болды. Ал халықтың таңдауы бойынша енді Айгүл деп ойлаймын. Екі қызда өнерін жақсы көрсетті. Альмира ханымға көбі жазды ма, өзінің пікірінде айта кеткен болатын. Оқып көрейік не жазды екен. Әр байқау әр адамның болмысын ашып береді. Кейде о молодец қандай деп жатсақ кей сәтте қап әттеген ай болады. Мені қатты күйдіретіні әділ емес деп әр жарыс соңында бар еңбекті кей жандар еш ететіні. Сол жандар келіп бізбен бастан аяқ осы сайыста жүрсеңіздер тап-таза әділ ететініне көздеріңіз жетер еді. Мән бермеуге болар еді дегенмен команданың жұмысын түпке тұрғызыз. Ететіндерге ашуым келеді. Сайыс бойы жинаған ұпайлар соңында қосылады. Жай ғана болды, еш қиындығы жоқ. Егер біз өзіміз шешсек, онда реніштеріңіз орынды болушы еді. Сол себепті біз басымызды тік ұстап сенімді түрде айта аламыз. Бізде әрқашан әр жарыс әділетті түрде өтеді. Ал екінші, үшінші әңгімелер айтылады да, айтылғанда деді Альмира. Ал сіз қалай ойлайсыз? Не айтасыз Ақерке? Өте қуаныштымын, Аллаға шүкір. Мені қолдаған жандардың барлығына үлкен рахмет айтамын. Негізі бағана қолдаушы алғыс айтамын. Адамдардың ішінде ұмытып кеттім, өзімнің редакторларымызды айтамын. Одан кейін сыйлықтарды беріп жатқан барлық осы спонсорлар барлығына және өзімнің ерекше жақсы көретін Жәмила деген әпкем бар, сол кісіге үлкен рахмет айтамын. Мен үшін қолдаушы болып, мен үшін көмектесе алғанша көмектескен жан. Сондықтан сол кісіге және өзімнің құрбым бар, бір жылдай араласатын, ол да қатты қолдау көрсеткен болатын. Осы адамдарға үлкен рахмет айтамын. Жалпы редакцияға барлығына, еңбегіме де, өзіме де барлығына рахмет айтамын. Өте қуаныштымын. Аллаға шүкір. Көрген шығарсыз, өзіңіз де таныстыру кезеңінде сізге халық ең жоғарғы ұпайды сізге берді. Сол үшін уайымдамаңыз, менде қолдаушы жоқ деп, халық арасында да сіздің де қолдаушыларыңыз өте көп. Солай құттықтап қойыңыздар.